Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде жаңа рубрика челлендж кім 1000 теңгеге көп зат алады деген магнумдамыз. Бүгін әдемі челлендж болайын деп жатыр. Қазір айтушы еді өзі 1000 теңгеге қазір неше түрлі зат таппайсың, ақша жетпейді ау. Қазір барлықтарыңыз білесіздер, айтушы еді өзі 1000 теңгеге қазір мысық бір жерін көрсетпейді деген сияқты. Біз сол мысыққа 1000 теңгені беріп бір жерін көретін боламыз десең. В общем, 1000 теңгеге неше зат алатынымызды челленджге түсіреміз. Бізбен бірге болыңыздар және бізбен бірге Алишка. Сәлем достар, менің атым Әли, мен ағылатын досым. Біз бүгін челлендж жасайын деп жатырмық. Мен енді ең тиімді заттар, ең пайдалы заттарды іздеймін, 1000 теңгеге жетеді деп ойлаймын. Арнатикте озам, по-любому, браво, сегодня тебе. Короче, давай Арнатик сразу спорттек, кім көп зат жинайды 1000 теңгеге. И сен жеңілсең, сен маған 5000 теңге бересің. Мен жеңілсем, мен саған 5000 теңге. Давай, ехала, смело. Ехала ма? Давай. Онда кеттік смело. Сөз 5000 теңге таппай тұрғанда, бірақ мен уверенмін Алишканы жетіп отсайын сияқты. 1000 теңгеге любой нәрсе табу. Айтсам, еще андай ғой Алишка 1000 теңгені алатын болсақ ше, бір затты қайталап алмаймыз. Иә, бір затты қайталап. Әлде екеумізде бір зат шыққаса, не считается, иә. Не бар, бола ма не? Солай болсын. Бір зат тұр. Правила шығарасың. Сондай правила. Енді бірақ 1000 теңгеге не көп зат жететін шығар. Мысалға ойлайық, қарашы, снигерстің өзі, мысалы бір снигерстің өзі 465 теңге. Например, уже бір зат қой. Уже бір зат қой. Бірақ бізге мелкий заттар табу керек, иә? Еще көп болу керек. Таймер қойып аламыз, мына 15 минутқа. 15 минут бітеді и сразу, короче, келеміз да. Все, игра окончена. Давай. 15 минут көп болып кетеді. 10 минут қойып давай. 10 минут жетеді. Да, 10 минут, давай, шүкір. Все. Старт баста 1, 2, 3, кеттік. Так, достар, не алсам болады екен сразу, видишь? Даже не знаю, что взять. У меня ештеңелер. Так, всякая всячина. Тут что есть? 219 теңге. Ё-ой, 1000 теңгеге не аламын? Арзан нәрселер жоқ па? 1000 теңгеге примерно бір зат алып ойын бересің, иә? 5000 теңгеде жоқ ше оған беретін. Не алсам екен? 100 теңгеліктен 10 зат алу керек болып тұрған маған ше. Қыздар андай, ойбай, қайсың қайсың? Так, 189 тенге. Здесь ничего нету. Блин, капец. Надо сразу алсаң ба, типа, көп қой деп шығарнотқа. Жарайды, болмайды екен ол. Ну, реально, что можно купить? Капец. 299 тенге, думаю, слишком много. Самса деп ешкім алмайды шығар. Не бар 100 теңгеден? Эй, сен басқа жер таппадың ба? Сен басқа жер таппадың ба? Жоқ, аяқта. Не, короче, давай. Ё-ой, асығыс па? Кән беріліп ойнап атқанша. Так, йогурт аламыз ба? Бір йогурт алсам қайда шығар? Қандай 140 теңге, 140, 150-ден 143-ден бар. 199. В общем, 143-ден бір йогурт алдым. Мен еще андай, что-то жаман. Дәу заттарын отделанная кеттім, короче. Я думаю, может... Нет, я знаю, что будет. Короче, достар. 10 минут. Надо быстрее двигать. Двигаться надо, двигаться. Шарить етік, мына жақта арзан заттарды ала салайын ба? Мұны барни алдым мынандай. Тағы не бар арзан? Салфетка бар екен. Бір не ала салу керек еді, жаңағыдай заттарды салатын. Корзинам еді. В общем, 3 зат алдым. 600 теңге болды. 3 заттың 600 теңге. Нормально. Көкөйге нені аралап жүр. Сағыз бар, шоколад бар сосын. 4 зат болды екен. Есептеп отқан жоқпын мен. Арнатик бірнәрсе іздеп жатыр менде. Я вообще думаю, что типа мен бір-бірден, короче, компьютер алам. Типа, реально смотрите, типа, Арнатик помогать. Ну не знаю, вот, например. Хоп, привет. Енді бір корзина табып алсам зор болушы еді негізі. Корзиналар қайда екен? 0 теңге дейді. Если что, магнум қарасыңдар, міне. Но бесплатный, короче, видите? Мен біреуін ғана алайын батырмын. Бесплатный 0 теңге. Бір зат бар. Кеттік келесін. Кәбеді да өйт қары. Так, вот, келесі зат. Так, номерациясы наның 207. Тағы қандай не бар екен о жақтан? Тағы бірден алсам, шоколад. Чупа-чупстар бар екен. 100 теңгеден чупа-чуп аласайын. Давайте, чтобы не было такого прям, давайте я вот так немножко возьму, чтобы реально, типа, не болсын деп. Так, Арнатик компьютер алса, ешқандай компьютер саламайды негізінде. Так. Мана вообще болмай жатыр ғой.
Так, тихо, примерно бүйтіп алсайықшы онда. Хоть 1 теңге болсыншы. 61 теңге болып кетті мынау. Не, нормально, 61 теңге өте тиімді баға. Думаю, пойдет. 60-69. Так, нумерациясы ұмытып кеттім. Примерно мен 5 сат алдым. 200 үшін. Ол примерно 1000 теңге болған шығар. Қандай жектер бар. Кофе бар еще на жақтан. 83 теңгеге кофе. 83 теңгеге жатып алайын бадым да. Есептемеген. Осындай милс жерлерде милс нәрселер сататын еді. Алишка қайда жоқ болып кетті. Примерно осындай енді. Тағы неде не бар ей? В общем, мен 6 зат алдым. Енді не заттар бар? Гон бір заттар бар, прикол екен. Товары поднесите штрих-код товара дейді. Есепте боламын ғой. 6 зат алдым. Мынандай жақтарда сатпайды негіз көп. Мылжап кеткенімше. Так, нумерациясы ұмытып кеттім. Скрилиоз. Так, конфеты 207. 207. Go. Все, мы, короче, берем. А где этикетка? Она уже вышла, смотрите, она уже вышла. Так, мама, пакетик керек, наверное, пакетик бар ма? Салафондар, қайда? Магнум, салафондар қоқылмасындар ма? Алишка точно мынандай зат алмады енді. Мынандай алмаған шығар енді. Пасхальный термоэтикетеки. Ебанау не біле? Алтындай да зат емес. Пайдасы да жоқ сияқты ғой. 1000 теңгеге не бар тағы да? Мы там полом целофан. Так, бір маечка алса, чтобы было удобно. Опа-на. И все, короче, очень смело. Надо бөлек салу керек қой маған еще по-любому. Өйткені қазір төлегенде вообще не болады, коры болады. 10 минут вообще асықпай жұмып. Так, подождите, я вас сюда поставлю. Ол нан алды ма екен? Нан алмады ма? Нан алған жоқ ол точно. Кірпіш бар, не böyle. Так, давайте сіздерді былай оқып қояйық. Короче, вот кәмпит. Неше теңге болды? Так, айтам. Примерно 61 теңге. Вот 61 теңге. Бірінші зат бар, достар. Бірінші зат бар. Арнатик кәмпиттерге жоламайсың. Саналмайды. Сен кәдімгі өшірмегенсің ба не? Иә. Өшіріп өсіріп, сөйтіп сүйеміз, өзің әуре қылмай. Мен жүгіріп жүрмін ғой. Сен видеода кәдімгі өмір сүріп жүрсің ғой? Иә. Не повтори только. Все, родной. Не повтори деген жаттап алмадың ба еще? Әдемі жастар. Болды ғой, в общем, на расслабоне жүргелі тұрып тұрған ма? Мен даже санап айтқан жоқпын, примерно 1000 теңге бола ма? Ең арзан ручка 85-84 теңге. Қытай, қарындаш китайский берем. Констовар 85. Мен математиканы жоқпын. Сөйлем алейкум, на видеоны көріп атсаңыз ренжімеңіз, пожалуйста. Кезінде оқу керек еді. Вот, 199 теңге. 173 теңге. Что это? Пышақ дейді. Мынандай пышақтар. Вот. Аламыз. Не бар и тағы да? Не істесем екен? Яблоко, американка назад. Мәшті вообще кеткен шығар. Мынаны алсат. Ё-май, тағы да құртып алғаным ше. Арзан тұрады ғой по-любому, иә? Маман арзан отыр, походу уақыт бітті ғой деймін. Жайтан ала салайықшы, или жоқ? Жүгірмей, қыдырып, әшейін. Таңдап алып алғансың ғой. Енді ол қайда екен? Дабыр жүгіріп жүр. Что там, Алишка? За сколько минут ты это собрал? Еба! Неше штук на жерде? Сенде көп деп ойлаймын, не знаю. Есептейміз бе? Есептегенде кассаға барып есептейді.
Давай бүйтейік короче, сразу келісіп алайық. Егер де сенде мысалға, сен санадың ба неше теңге конкретно? Мен санадым. Мен санадым жоқ екенін ше, мен білмеймін. Мен бірақ ең арзан заттарды жинап алдым. Есін давай бүйтейік, если мысалға сенде 1000 теңгеден көп болып кетсе, сен жеңілесің автоматически. 1000 теңгеден жетпесе де, например, қалай істейміз? Ба, өзі правила шығарып отыр. Енді жоқ, сонда правила дегенде, 1000 теңге құрту керекпіз ғой обязательно. Сенде 1000 теңгеден асып кетсе, это уже против правил кетеді, дұрыс па? Жарайды. А 1000 теңгеге жетпесе ше, например. Нормально болады онда. Нормально бола ма? Нормально. Онда айырып тұрсын ғой, жеткізбейін. Ол дофига штука болып тұрсын. Кайф. Все, давай, ехала онда, солай келсеміз. Жүргенде кеттік. Кассаға кеттік. Арасында өшір қойса, ана? Сен карточка алдың ба? Жоқ, алайын деген ғой. Азыр не? Менде, в общем, былай. Губка. Білесің ба, қарын неше теңге тұрады? Неше теңге? 69 теңге тұрады. Түгей? 10 теңге. Или білмеймін. Дәптер алғансың ба? Иә. Сен тиімді, пайдалы дедің ғой сен еще. Дәптер пайдалы емес па? Норм. Біреуге оқу керек. Бірақ саған емес. Мынау ең қымбат зат деп ойлаймын. Мынау сейчас случайно алдым. Қараса неше теңге? 383 теңгеге алдым. Ну, котлет, қарнаша дейсіздер. И кәмпит. Кәмпитке маған 61 теңге кетті. Ауыстыру керек? Ана жерде тура осындай. Каска бірмен. Қай жерде еба? Астында дейді. Все, таптым, брат. Мазыр жоқ. Жүгірі жоқ. Неше теңге? 1076. 1076? О, все, родной. 1076 теңге кассада. 1076 теңге шықты ма? Бір нәрсені артық алып жүрдім мен. Иә, бірінші. Жарайды, норм. Чектен көреміз ғой қазір. Не артық алғанымды. Не, сонда мен неше зат болды? Давай-ка санаймыз онда. Мальчика керек. Жоқ керек емес. Магнум, привет. Аз кетті. Ең аз кетті. Ең Наличка. Неше теңге? 1000 теңгеден аз кеттім. 1076 теңге шықты. Ең көбі бұл жерде. Неше теңге? 1000 теңгеден аз кеттім. 1044? Километр берсаш қалған? Менде бар наличка. Бар ма? Берсаш? 244. Еба, даже аз кеткен ба? Бола ма? Ана кісілердің уақытын алып айттың ба, уверенно, атпен өнең олындай болады. Мұны 244 деп қалсын, адам есептемейді ма? Вообще депше пайдасы бар дүниеге. Үйге алып кіруге болады ма мысалға. Сен бәрін артық алып қойдың ғой, короче. Жоқ, сен неше шықты? 1074. 1074 теңге? Сен жеміп тұрсың ғой онда? А мен... Подожди, смотри. Менде... 400 теңгеге не алғансың? Еба, сәл ойлану керек қой, Али. Сантекс. Мен жаңағы ыдыс жуатын, короче, арзан деп ойлап қалдым да, 400 теңгеге сумма қойдым. Сол үшін жеңілдім, короче, и вот 409 теңгеге. Ыдыс жуу, мынау мысалға 400 теңге тұрады екен такие. Жарайды, пойдет. Норм. Иә, короче, мен жеңілдім. Мен осы үшін жеңілдім, брат, осы үшін жеңілдім, өйткені басын істемей алдым, бірақ зато үйге керек деп ойлаймын. Керек болды деп ойлаймын. Дана, жеңген неше теңге береді деді, өзін айттың енді. Мен вот реально жеңілдім. Давайте ехала. Ол Каспий көрек. Сен көзінше? Каспий. Ё-май, 100 мың ойнау керек, оны білгенде. Е-ба-мая. Онда келесі рет, родной, келесі рет, мысалы, ошала 1000 теңгеге ойнасақ, ол профный ретінде, келесі рет 10 000 теңгеге ойнасақ. Да, ехала. Ехала ма?
құрметті достар, 10 мың теңгеге ойнау үшін достар, давайте 100 лайк жинап тастайық нәрге. осымен бітті челленджімізді бітті. Всем от души, всем до конца көргендеріңізге видео қызықты болды деп ойлаймын. Бұл пробный видео челлендж ғой, білесіз бе, чисто 1000 теңгеге аяқ асты цирктік, екі қабат цирктік, сосын 1000 теңгеге осында 2 пакет, мынау 1074 теңге, мынау 1226 теңге. Зор Алишкаға от души за съемку, за игру 5000 теңге қалтада. Достар, 5000 теңге. Кім әдемі коммент жазады, соған 1000 теңге. В общем, 5 адам әдемі жазса, каждыйына 1000 теңге. Всех жду. Онда сол 5000 теңгені біз подписчиктерге, көрермендерге бере саламыз, иә? Смело ма? Әдемі коммент жазса, риза боламын. Лайктарыңызды аямаңызды, құрметті достар. Подписывайтесь на канал. Самое главное, поддерживайте.